Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Қазіргі таңда елімізде болып жатқан пандемияға байланысты оқушылар қашықтықтан оқытылып отыр. Сол себепті логопед маманы ретінде ата-аналарға кеңес беруді жөн көрдім. Қазіргі таңда елімізде сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балалар саны жылдан жылға өсуде. Балалар тілінің кеш шығуының басты себептеріне мыналарды жатқызуға болады. Жүктілік кезінде ананың көңіл күйінің дұрыс болмауы, күйзелісте болуы, тұқым қуалаушылық факторлар, таңдайда не ерінде шырықтардың болуы, дыбыс шығару жүйесінің жұмыс істемеуі, ауыз қуысы бұлшықеттерінің дұрыс жұмыс істемеуі, баламен сөйлеспеу, яғни ата-ананың баламен әңгімелеспеуі баланың тұйықталуына алып келеді. Қатты қорқып қалудан болған тұтығу, өзге аурулардың қолданған дәрі-дәрмектердің әсері. Міне осылардың барлығы балалар тілінің кеш шығуының негізгі себептеріне жатады. Бала денсаулығына ана құрсағында жатқан кезден бастап көңіл бөлген жөн. Өйткені бала ағзасында пайда болатын аурулардың басым бөлігі құрсақта жатқанда дамиды. Баланың сөйлеу қабілетінде болатын ақаулар да сол кезден бастау алуы мүмкін. Мен логопед маманы ретінде ата-аналарға келесідей кеңестер беремін. Біріншіден, баланың дұрыс сөйлей алмауы басқалармен араласуды қиындатады. Оның жалпы дамуына, мінезіне әсер етеді және болашақта оның мектепте үлгермеуінің негізгі себептерінің бірі болуы мүмкін. Келесі беретін кеңесім, баланың сөйлеуі айналадағы адамдардың сөзіне еліктеу арқылы дамиды. Осыған байланысты бала қоршаған ортада грамматикалық түрде дұрыс құрылған сөйлемді естігені дұрыс. Келесі беретін кеңесім, бала сөзінің алғашқы үлгісі ол туыстарының сөзі, яғни баланың ең алғашқы сөзі отбасында қалыптасады. Сондықтан да баланы анық дұрыс сөйлеуге үйреткен жөн. Келесі беретін кеңесім, ата-ананың көмегінсіз балаға дұрыс сөйлеуді үйрену қиын. Баламен сөйлесіңіз, дауыспен сөйлеп, дыбыстар мен сөздерді дұрыс айтуға тырысыңыз. Бұл балаға дұрыс сөйлеуге көмектеседі. Келесі беретін кеңесім, баланың дұрыс айтылмаған сөзіне еліктемеңіз. Балаңызды жалған ойдан шығарылған сөздерге үйретпеңіз. Мысалы, бала тамақты ням-ням, мысықты мяу деп атауы мүмкін. Міне осындай жалған сөздерді үйретпеу қажет. Керісінше, сөздерді анық, дұрыс айтуға ерте жастан бастап дағдыландыру керек. Келесі беретін кеңесім, бала сөйлегенде қарапайым сөздермен, қысқа сөйлемдермен сөйлесіп, сөздер мен сөйлемдер арасындағы үзілістерді байқап көріңіз. Сонда балаңыз сіздің сөйлеген сөзіңізге еліктейді, дұрыс сөйлеуді үйренеді. Келесі беретін кеңесім, балаңыздың былдырлап сөйлей бастағанына және ең алғашқы айтқан сөздеріне назар аударыңыз. Егер баланың сөйлеуінің дамуы тежелсе, онда арнайы мамандарға көрінгеніңіз жөн. Келесі беретін кеңесім, балаларға дұрыс сөйлеу дағдыларын үйретіп, балаға жылдам сөйлеуге жол бермеңіз. Асықпай, анық, дұрыс сөйлеу баланың дұрыс сөйлеуіне ықпал етеді. Кейде ата-аналар баламен жұмыс істеуді қашан бастау керек деп сұрап жатады. Баламен ауызша сөйлесуді, жалпы жаттығуды кішкентай кезінен бастаған дұрыс. Ата-аналардың қателігі 3 жасқа дейін баласы сөйлемесе, оны қалыпты жағдай деп қабылдайды. Ерте жастан баланы маманға қаратса, соғұрлым нәтижелі болады. Балада дұрыс сөйлеу қалыптасу үшін сахмоториканы дамыту қажет. Ғалымдардың пікіріне қарағанда, ағзадағы барлық қозғалысқа жауап беретін ми қыртыстарының 1/3 бөлігінің жүйке нүктелерінің кескіні алақан мен саусақтарда орналасқан. Сондықтан да ғалымдар алақанды екінші тіл деп атайды. Артикуляциялық жаттығуларды жасау не себепті керек? Біріншіден, артикуляциялық және тілдік есту қабілетін дамытатын жаттығуларды уақытында жасау кейбір балаларға өздігінен мамандардың көмегінсіз дыбыстарды дұрыс айтуға көмектеседі. Екіншіден, тілі шорқақ балалар үйде жаттығуларды жасаса, мамандармен жұмыс істегенде тезірек жетістіктерге жетеді. Себебі олардың тіл бұлшықеттері дайын болады. Үшіншіден, артикуляциялық жаттығулар барлық дыбыстарды дұрыс айтатын, бірақ сөйлеу кезінде тілі күрмелінетін балаларға да пайдалы. Төртіншіден, артикуляциялық жаттығулар балаларға да, ересектерге де,
дұрыс, әдемі және айқын сөйлеуге көмектеседі. Сонымен қатар дыбыстарды дұрыс айту жазуға үйрету кезеңінің негізін құрайды. Қазіргі таңда ата-аналар баласымен ауызша көп сөйлесе бермейді, әңгіме, ертегі, өлең оқып бермейді, бұрынғы қуырмаштарды айтпайды. Мұның бәрі балаға қажет. Ол осылай тәрбиеленуі керек. Бұрынғы бесік жыры, ертегілер, тіпті асық ойындарының өзі осы балалардың дамуы үшін ойлап табылған. Ал қазір мұның бірі жоқ. Керісінше балалар телефонда ұзақ отырады, теледидарды ұзақ қарайды. Міне осының барлығы баланың тілінің кеш шығуына өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта статистикалық көрсеткіштерге жүгінсек, сөйлеу тіл кемістігі бар балалар саны мен логопедиялық көмекті қажет ететін балалардың пайызы жылдан жылға өсуде. Сондықтан сөйлеу тіл бұзылыстарын диагностикалау және түзету аса маңызды өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Сөйлеу тілінде бұзылысы бар балалармен емдеу және түзету жұмыстарын неғұрлым ертерек бастасақ, соғұрлым жетістіктері сәтті болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.